Сәлем достар, сіз өзіңіздің ультра заманауи үйіңізде ояндыңыз. Балконға шығып, алыстағы құм дауылдың таңқаларлық көрінісін тамашаладыңыз. Қызыл дауыл сіздің осындағы көлігіңіз тұрған зымыран тұрағына жетті. Дауыл басылған соң, сіз ғарыш костюмін киіп, роверге мініп жұмысқа кеттіңіз. Бүгін сіз тұщы су алу станцияларын бақылауыңыз керек. Кешке жұмыс аяқталып үйге ораласыз. Келгенде робот аспаз сізге қуырылған картоп дайындап қойған болады. Картоп осы жақтікі, яғни осы Марста өскен. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл сценарий 2050 жылға қарай орындалуы мүмкін, немесе одан да бұрын. Илон Маск 1 миллион адамды Марсқа жіберуді жоспарлап отыр. Өте таңқаларлық, қиял-ғажайып секілді, және өте қиын. Сонымен қатар, Марсқа ұшу өте қымбат және көп уақыт алады. Сонымен бұны жүзеге асыру үшін бірнеше сатыдан өтуіміз керек. Егер біздің арнаны көріп әлі тіркелмесеңіздер, бізге тегін тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Бірінші зымыран ұшатын ғарыш айлағына барамыз. Зымыран екі бөліктен тұрады. Біріншісі үдеткіш. Ол жоғарыға көтеріліп, жерден шығуға көмектеседі. Сосын зымыран ғарышқа жеткенде, ол барлық жанармайды жұмсайды. Сондықтан жанармай құю қажет болады. Сосын бөлініп жерге оралады. Келесі қадам ғарыш кеңістігінде жанармай құйып аламыз. Сол үшін бустер ғарыш кемесіне қайтадан оралады. Және бұл жайтты тағы да орындауымыз керек. Өйткені орбитада көп отын жұмсалады. Сосын келесі келген кеме бізге азық-түлік құрылыс материалдары мен зерттеу құралдарын жіберді. Барлық саймандар дайын. Енді Марсқа саяхатқа, ұзақ жолға шығамыз. Бір ғарыш кемесінің ұшырылуы осылай жүзеге асады. Бірақ ол тек 100 адамды ғана қабылдай алады. Біз Марсқа миллион адамды жіберуді жоспарлап отырмыз. Бұл шамамен Шымкент немесе Астана қаласының тұрғындарымен бірдей. Бұл барлық миссия үшін бізге 10 мың кеме керек дегенді білдіреді. Жүкті орбитаға жеткізу және жанармай құю және тағысын тағы. Бір зымыранның құны болса, шамамен 8 миллиард долларды құрайтынын ескерсек, бүкіл миссияға ол қиын болады. Мәселені шешудің кілті кемені қайта пайдалану. Кеме адамдарды Марсқа келгенде, оны жанармаймен толтырып, сосын тағы ұшыру үшін жерге жіберу керек болады. Тағы бір проблема ол уақыт. Марстың орбитасы жердікіндей топтамалақ емес. Бір жерлерінде күннен алыс айналса, бір жері тым жақын. Сол үшін жер мен Марс бір-бірінен алыс қашықтыққа түсіп қалғанда, арасы 400 миллион километрге дейін ұзарып кетеді. Ал ең кіші арақашықтық 55 миллион километр. Біздің мақсат та осы. Әр 26 ай сайын Марс пен жер сол қашықтыққа келеді. Міне осы уақыт ғарыш кемесін ұшыруға ең қолайлы уақыт болып табылады. Жол бұл кезде 7-8 айға қысқарады. Содан кейін Марсқа сапар кезінде астронавтар нөлдік гравитацияда өте ұзақ уақыт өткізеді. Сол себепті олардың әлдері таусылып, еңбекке жарамсыз болып қалуы мүмкін. Ал ондай мәселе болмас үшін астронавтар ғарыш кемесінде үздіксіз жаттығу жасау керек болады. Марсқа бару үшін жүк таситын ғарыш кемелері де қажет болады. Себебі адамдар онда үлкен құрылыстар жүргізетіндіктен, құрылыс материалдары, техника және тағы басқа заттар аса қажет болады. Кәдімгі контейнердің салмағы 75 тонна. Ол 30 жүк көлігімен бірдей. Яғни барлық қажет заттарды әкелу үшін бір шама ғарыш кемесі керек болады. Бұл миссияның құнын 2 есе өсіреді. Бірақ бұдан арзан жолы бар. Ол жол аралық станциялар салу. Онда астронавтар өмір сүру үшін барлық қажеттіліктер болады. Жердегі МКС-тің құрылысына 150 миллиард доллар кеткен, ал аспандағы дәл сондай станцияға одан қымбат ақша кетеді. Бірақ бұл басқа жағынан жол құнын арзандатады. Жоспар бойынша астронавтарды кішігірім ғарыш кемесімен аспанға шығарып, ондағы станцияға жеткізеді. Ал ары қарай олар ұзақ сапарға аттанады. Уақытты кішкене алдыға жылжытып қарайықшы. Бірнеше ғарыш кемелері жүктерді әкеліп қойған. Ондағы космонавтар қаланың құрылысына кірісіп, қалғандары келгенше дайындық жасап жатады. Энергия ретінде күн көзі немесе атомдық электростанцияларын қолдана аламыз. Ал келесі қадам үйлердің құрылысы. Атмосфераның болмауына Марста күннің көзі қаттырақ өтеді. Сол үшін үйлерді жердің астына салған бірден бір дұрыс шешім.
яғни Марстың астына салған. Одан кейін барып су мәселесін шешу керек болады. Марста үлкен мұздықтар бар, суды содан алуға болады. Өсімдіктер арқылы ауа қалыптасады. Марста ауа көмірқышқыл газына бай. Өсімдіктер оны жұтып, бізге оттегі бөледі. Бірақ бұл да біршама уақытты қажет ететін құбылыс. Күндердің бір күнінде жерден әкелген тамақ қоры таусылады. Сол үшін бізге тамақты сонда өсіруіміз керек. Ол үшін бізге тыңайтқышты жылыжайлар қажет. Тамақ, су, ауа дейтін мәселелер шешілгеннен кейін Марс пен жер арасындағы транспорттық ғарыш кемелеріне жанармай табу керек болады. Жанармайды ауадағы көмірқышқыл газынан өндіруге болады. Ол жақта гравитация болмағандықтан бізге бейтаныс тәсілдермен жанармай өндіріледі. Кейін Марста терраформиялау процесі жүргізіледі. Ауадағы қысымды көбейту арқылы суды тек мұз немесе газ түрінде емес, сұйық күйде жаудыруға болады. Шамамен 20 градус болуы қажет. Қазір Марста -63 градусты көрсетіп тұр. Артынша дәл жердегідей озон қабаты түзілуі керек. Ол бізді күн сәулесінің радиациясынан қорғайды. Одан кейін барып биосфера қабатының түзілуіне жағдай жасалады. Тірі табиғатқа қол жеткізе алсақ, өте үлкен жеңіс болады. Уақыт өте келе Марс жер ғаламшарына ұқсай бастайды. Ол үшін бірнеше жағдайлар жасалуы керек. Мысалға, Марсқа үлкен астероид тастау арқылы температураны көтеруге болады. Бұл газ бен судың түзілуіне әсер етеді. Немесе планетаға түрлі бактериялар жіберіп, тіршіліктің алғашқы қадамдарын жасай аламыз. Ғалымдардың айтуы бойынша, онда бірнеше бактериялар өмір сүре алады. Немесе биокүпол салуға да болады. Ол дәл жылыжай секілді. Тағы да бір оңай жолы – булау эффектісі. Жер бетінде зауыттардан шыққан түтіннен ауада қабат түзілген. Сол қабаттарды Марста да түзуге болады. Қорытындылай келе, Марста тіршіліктің жалғасып кетуіне кем дегенде 300 немесе 1000 жылдай уақыт керек. Басқа ғалымдар миллиондаған жылдар керек дейді. Тек қана сол кезде адамдар скафандрын шешіп, Марстың таза ауасымен демала алады. Осымен бейнеміздің соңына келдік. Бейне ұнаса лайк басып, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Және де өз ойларыңызды пікір алаңға қалдырып, видеоны достарыңызға бөлісіңіздер. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.